Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бізге көптеген ата-аналар хабарласып жатады ғой, балаларын алып келіп жатады. Қазірде міне бір ата-ана баласын алып келіп жатыр. Балдарда соңғы кездерде аяқтарын дұрыс баспайды балдар дейді. Плоскостопия көп қазір балдарда. Түрлі проблемалар көп қой. Енді айтайын дегенім, құрметті ата-аналар, балдарыңызда проблема болған байқасаңыздар, ертерек мамандарға қаратыңыздар. Анағұрлым сіздер ертерек қаратсаңыздар, соғұрлым балаларыңыздың сауығып кетуі тез болады. Уақыт өткен сайын, үлкейген сайын сауығуы, жазылуы қиындай бастайды. Сол естеріңізде болсын. Мына балалар дүниеге келгеннен кейін, әсіресе аналары, балаларыңызға мән беріңіздер. Массаж жасаған кезде қараңыздар, дене бітімдері қалай, барлығы. Ішпен жатқызып, аяқтарын созып қараңыздар. Аяқтардың сызықтары, құйрықтарындағы сызықтардың барлығы бір деңгейде ме? Қараңыздар, бір аяқ ұзын, бір аяқ қысқа емес пе? Мән беріңіздер, қараңыздар. Біздерге 14-ке, 13-ке келген кезде әкеліп жатады. Аяғы осындай болып тұр, мына жер маңдай болып тұр деп. Енді кейбіреулер жүре келе пайда болуы мүмкін, әрине. Бірақ кішкентай кезінен кейбір жаңағыдай ауытқушылықтар байқалады. Неғұрлым сіздер алдын ала соны байқаған кезде алдын ала мамандарға келетін болсаңыздар, соғұрлым пайдасы тез болады. Соны ұмытпаңыздар дегім келеді. Және де бір айта кететін нәрсе, остеопат мамандарына қатысты, басқа салалар емес. Біздің остеопат маманына бала болсын, үлкен адам болсын, бізге келген адам бірінші келгеннен денесінде өзгерістер байқалады. Бірінші біздің қабылдауымызда болғаннан денесінде өзгерістер бола бастайды. Мысалы, мен басқа жерлерге барсаңыздар, сіздер оны жоққа шығарған емес. Бірінші тексерілесіз, сізге әлі жаңағыдай денсаулығыңызды қалыпқа келтіру басталған жоқ. Оны анықтау, рентген болсын, УЗИ-ге түсу дейміз, тексерілу, қан тапсыру, дұрыс, оның бәрі керек. Бірақ біздердегі жұмыспен салыстыратын болсақ, біздерге бірінші келгеннен бастап біздер организммен, денемен жұмыс жасаймыз. Денені өзінің қалпына келтірумен жұмыс жасаймыз. Дене өзінің қалпына келген кезде бүкіл проблемалар шешіле бастайды. Сондықтан бірінші қабылдаудың өзінен әсерлер болып жатады. Өйткені әрбір біздің ағзамыз, әрбір денеміздің мүшесі біздің өзінің келіп тұрған қан тамырлары бар, өзінің қызметі бар атқаратын, өзінің қозғалысы бар, өзінің иннервация дейміз, нервный системамен, центральный нервный системамен байланысы бар. Әрбір біздің ағзамыздың, әрбір мүшеміздің. Міне біз соларды қалпына келтіреміз, солармен жұмыс жасаймыз. Кейде адамдарға, біздерге келіп жатқан адамдар бір проблемасымен келіп, басқа проблемасын шешіп жатады. Мысалға, менің аяғым ауырады деп келіп, ол аяғы емес, көзім жақсы көре бастады, көзім бұлдырауы кете бастады деген сияқты, мысалға. Сондықтан біз барлық организмді біртұтас деп қараймыз, барлық организммен, барлық денемен жұмыс жүргіземіз. Сондықтан оның әсері бір келгеннен бастап біліне бастайды. Кейбір адамдар білмеуі мүмкін. Адамдардың өзі де әртүрлі болады. Бір адамдар денесін сезінетін адамдар болады. Чувствительный дейміз ғой, денесінің барлығын сезінеді. Балалар болады, денесін сезінеді. Кейбір адамдар болады, денесін сезінбейді, ауырып жатқанын да сезінбейді. Мықты мазалаған кезде ғана не істейді? Сол кезде ғана біліп жатады. Міне, чувствительность дейміз, сезімталдығы өте төмен болады кейбір адамдардың. Сол сияқты адам кейде сезбеуі мүмкін, кейбір адамдар, бірақ көбінесе адамдар бірінші келгеннен сезіліп жатады денесінде болып жатқан өзгерістерді. Бірақ кейбір адамдар болады, денесімен байланысы жоқ. Олар қатты бір не болмаса денесін сезбейді. Ондай да болуы мүмкін. Ауырмаңыздар. Алла Тағала жақсылықта кездесуді нәсіп етсін баршамызға.